Саламатсыз ба? Көк диванға шығып отырсың, қуаныштымын. Қазір енді саған кеше келістік қой, біз осы ютубтағы жазылған көрермендердің сұрақтарын қояйық деп. Бүгін бізге жаңа кейіпкер келді. Алла сабыр берсін, бала қайғысы өте ауыр қайғы дейді. Кілең жүйкесі жұқарған дейді. Әркім сан түрлі проблема бар ғой, қиын өмір деген соны нерде нақты сұрақ қойған адам жоқ. Қазір өзің осы жаңа кейіпкерге байланысты ойыңмен бөлісе отырсаң. Шынымды айтсам, бір нәрсе айту қиын. Себебі енді ғана оқиғасын тыңдап жатырмыз, бірақ не болса да перзентінен айырылу анаға ең үлкен қасірет. Балаларымыз аман болсын. Аналарымыз жыламасын. Ана мен бала жыламасын. Күйеуімен ажырасып кеткен деді? Иә, ажырасып кеткем деді ғой. 3 баласы бар. Не айтуға болады енді бұл жерде бізден, енді бұл кісі көмек сұрап келіп отыр ғой, ең бастысы. Қолымыздан келгенше көмек береміз деп ойлаймыз. Енді қазір мына жерде қандай сұрақ қойылған екен? Әйтеуір қазір көбінесе қайда барсаң да балаларын жетектеп жүретін әйел келіншектер. Кейбір кезде кейбір ер жігіттердің осындай жауапсыздығына қарным ашады менің. Бәрі бірдей емес. Бәрі бірдей емес, бәріне топырақ шашпаймын. Кейбір азаматтардың жауапкершілігі төмен дейсіз ғой, иә? Әйгерім, өзің көрсету үшін келіп жүрсің ау дейді, аман бол дейді. Отбасылы еркекке жабысып, айранда үйіп отқан отбасын бұзып жүр дейді. Біздің жаңа кейіпкерге қатысты айтқан ба, басқа кісіге қатысты айтқан ғой деймін. Әйгерім өте ақылды қыз дейді. Әйгерімге кеше осындай комментариялар көп болған, сабыр берсін дейді. Неге шаштарын жинап келмейді екен дейді. Саған қатысты айтып отыр ғой деймін. Мен де білмеймін, бір комплекс болу керек. Мектеп кезінен бір 8-9 сынып оқыған кезден басталды. Шаш жинасам бір жерім ашық тұрған сияқты болады да. Өзімді жайсыз сезінем, бірақ айналамдағы әріптестерім де, құрбыларым да айтады, негізі саған жинаған жарасады деп. Бірақ өзімді жайсыз сезінгендіктен біздің оның алдын жаңағы эфирге дейін дайындайды ғой стилистер, білесіз, сол кісімен де кеңестім. Жаңа көрермендерге қызық болғансын айтып жатырмын. Көрермендердің әр пікірін бағалаймын. Ол кісі де айтып жатыр, жоқ, жайып отыра бер деп, сөйтіп эфирге жаңа дайындады, рахмет. Сондай бір комплекс бар. Өзіме өзім сенімсіз шығармын. Батыр Орынбай деген жігіт жазып отыр. Әйгерімнің фигурасы күшті екен дейді. Әйгерім молодец, жақсы қыз, ниетіңе жет. Әйгерім, неге кетпейсің, сенің мәселең шешілді деген бір. Жоқ, мен мәселем шешілген жоқ. Мен екі мақсатпен келіп едім осы бағдарламаға. Ең бірінші құрбыммен татуласу. Құдай Аллаға шүкір, құрбыммен татуласым. Енді мен өз пайдама жаңағы моральдық шығынды және де қолхат бойынша міндеттемесін өндіріп алуым керек. Сот 4-ші қыркүйек болады. Және де мен бұл бағдарламаға өзімді көрсету үшін келген жоқпын. Егер де өзімді көрсету үшін келсем, басқа да бағдарламалар бар етін. Мен көрермендерге айтайын, мен көрерменнің әр қайсының әр пікірін бағалаймын, сондықтан да жауап бергім келіп тұр. Мен түске дейін жұмыста болатындықтан түсте осы жаққа келем. Маған алдын ала жаңағы жұмысыма шығатындай дайындалып келемін. Сондықтан да осындай мәселелер сонша салтанатты болған үшін кешірім сұраймын. Абеке деген бір кісі сұрақ қойыпты, енді бұл сұрақ саған енді ауыр болар деп ойлаймын. Әйгерім өте бәлеқор қыз деп жазыпты. Енді ол енді адамды көрмей жазуға болмайтын шығар деп ойлаймын. Ондай пікірлер көп қой, бәлеқор, анағанда жазып жіберсей, мынағанда жазып жіберсей деген пікірлерді көрдім мен. Мәселе бұл, мен өзімді бәлеқормын деп санамаймын. Менің жағдайыма түскен кез келген адам өндіріп алады деп ойлаймын осындай нені. Бірақ көп пікірлер мені қолдау үшін жазылған. Рахмет ол кісілерге, міндетті түрде өндіріп ал, соңына дейін жет деген пікірлер бар. Дулатова деген жазыпты. Әйгерім, дұрыстап сөйлеші, өтірік ақылсынбай, мұғалімсымақ. Жарайды, оны оқымай қояға. Шаштарын жинасын. Әйгерім, сізде шашыңыз жинасын. Шашқа қатысты болып кетті ғой. Әйгерім нақты сөйлейді. Әйгерімнің кешегі ақша туралы сөзін естігеннен кейін көңілім қалды дейді. Қыздың
Так, мына комментарийді оқымай ақ қояйын. Ол кеше Ержанға байланысты бір шетінен мен бірінші Хадиша тәтеге айттым да, осындай деп, мен таксиға төледім деп, ойбай айтсайшы деп, ол кісі де маған отқамай қойып жіберді. Сөйтіп айттым, бір шетінен көрермендердің көңілін көтергіміз келді да, ылғи жылата бермей. Барған жерге сонда сіз Ержанға таксиге ақша төледіңіз бе? Иә, мен төледім да, сосын мен оны ұмытып кеттім. Сосын бірақ та мен таң қалдым да, Динаға ақша атып отыр. Сосын бір шетінен көрермендердің көңілі көтерілсін деген мақсатпен ешқандай арам ой болған жоқ. Так, Гүлнара деген қыз жазып жатыр. Өте дұрыс Айгерім, мен солай істер едім дейді. Жаңағы ақша талап етіп отырған жігітке байланысты тамаша қыз, өндір өнсе дейді. Бағым деген қыз жазып жатыр. Бағыма деген қызды көріп қалдым. Менің атым Бағым. Айгерім қай жылғысыз дейді. Мен жасым 18 деп. Қыздың жасын сұрамайды дейсіз ғой. Иә, бірақ ол не құпия емес, өйткені мен эфирде де айтқанмын, жаңағы мені жол апатына түсірген жігіт менен 2 жас кіші, 94 жылғы деп, яғни мен 92 жылғымын. Айгерім 92 жылғы, сұхбатымызды жарнама кезінде жалғастырамыз.